Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, арасына ешқандай сары май жақпайтын қатпарлы қытырлық самсаның рецебімен бөлісемін. Ал енді бісміллә деп қамырының жасалу жолымен бастаймыз. Ең алдымен біз 2 ас қасық 20% қаймағымызды үлкен ыдысымызға саламыз. Және оның үстіне жұмыртқаның 2 сары уызын пайдаланамыз. Ақ уызы бізге қажет емес. Тек сары уызы, 2 ақ сары уыз және 1 жұмыртқаның өзін қосатын боламыз. Және бізге 70 немесе 60 грамдай салқын су қажет болады. Суымызды қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Толықтай барлығы жақсылап тұрып араласуы керек. Қазір біздің ұнымызға қосатын қоспамызды алдын ала дайындап қоямыз дәл осылай. Енді мен осы жерде пайдаланып жатқан май крестьянский майы және 72%-тан жоғары болуы керек міндетті түрде. Қандай май пайдалансаңыз да өз еркіңіз, бірақ 72%-тан жоғары болуы керек. Салқын болуы керек және ұнымызға аунатып, осы видеодағыдай теркадан өткізіп, жақсылап тұрып крошка дайындайтын боламыз. Міне видеодағыдай болып шығуы керек. Ал енді осы крошкамызға дәміне қарай тұз салсаңыздар болады міндетті түрде. Және жаңағы дайындап қойған, алдын ала дайындаған сұйықтығымызды қосып, жұмсақ қамырымызды илеп шығатын боламыз. Иленген қамырымызды дәл видеодағыдай иін қандыратын боламыз міндетті түрде. Иі қанған қамырымыз өте жақсы жайылады және жұмыс жасағанға да өте ыңғайлы болады. Қолға жабыспайтын өте әдемі қамыр иленіп шығады. Бетін жауып, пакетке орап немесе 10-15 минутқа қалдырып қойыңыздар. 10-15 минут өткеннен кейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп, теңдей етіп, молынан ұн салып, жақсылап тұрып қамырымызды жаятын боламыз. Қыздар, ұнды көптеу сала берген дұрыс, өйткені құрамында сары май болғандықтан жабысқақ келеді. Сол себепті басында қамырымыз жақсылап жайылу үшін ұнды молынан сеуіп, чұқай етіп қамырымызды толықтай жайып алатын боламыз. Жаю барысында оқтауды міндетті түрде ортасынан баспаңыздар, екі шетінен басып, домалақ етіп қамырды жайып шығасыздар. Жайылған қамырымыздың бетіне чұқай етіп, ұнымызды сеуіп, жақсылап видеодағыдай орап, бір шетке алып қоясыздар. Екінші қамырымыз дайын болғанша бұл бөлек тұрады. Екінші қамырымызды алып, оны да үстіне ұнды молынан сеуіп, дәл видеодағыдай жайып алатын боласыздар. Қамырымыздың ортасына жағатын май кез келген қойдың, сиырдың, жылқының іші майын пайдаланамыз. Көпшілік жерде бұны пайдаланбайды, бірақ ауылдық жерлерде көп пайдаланады. Сол себепті 2 ас қасық сұйық май құйып, іші майымызды салып, толықтай дәл осы видеодағыдай ертіп аласыздар. Еріген іші майымызды міне видеодағыдай қамырымызға толықтай жағып шығатын боламыз. Бұл іші май өте қатпарлық, қытырлақ болып шығуына қатты көмектеседі. Сіздер қандай сары май пайдалансаңыздар да іші майға жетпейді. Екінші қамырымызды орналастырып, оның да бетіне іші майымызды толықтай жағамыз. Міндетті түрде іші май пайдаланбасаңыз, пайдаланып көріңіздер. Толықтай барлығын жағып болғаннан кейін рулет сияқты ораймыз. Орау барысында да видеодағыдай қатты орап, тығыз қылыңыздар. Жақсылап орналастырып, пакетпен жауып, морозильникке 20-25 минут тұрса жеткілікті. Қатты ұзақ ұстаудың да қажеті жоқ. 20-25 минут өткеннен кейін бөліктерге бөлеміз. Барлығы бірдей формада шыққанын қаласаңыз, таразымен өлшеп қойсаңыз болады. Мен көз мөлшерімен жасадым. Ешқандай ұн пайдаланбаймыз. Өте оңай жайылатын болады. Начинкамызды саламыз. Енді начинка өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жерде фарш, картоп, пияз, кішкене сұйық май және қара бұрыш, тұз қосып, начинкамды дайындап алдым. Қамырды жақсылап тұрып, нығыз қылып орналастырып болғаннан кейін видеода қарасаңыздар, үстінен астына басып формасын шығаратын боламыз. Видеода мен әдейі асықпай көрсеттім. Қыздар, мұқият қарап алыңыздар. Әр қайырған сайын ұшын шығарып отыруды ұмытпаңыздар. Ұшы шыққан сайын бір-біріне өріп бастайтын боламыз. Міне, өте әдемі форма шығатын болады. Осы формамен де жасап көріңіздер. Аяқ жағын астына қарай қайыратын боламыз. Өте оңай әрі жылдам дайын болады. Ал енді екінші түйу тәсілі. Бұл да ерекше бір түйу тәсілі. Екеуінің формасы бірдей болу керек. Начинкамызды саламыз толықтай. Көптеу қылып салсаңыздар да болады. Екінші қамырымызды бетіне орналастырып,
видеодағыдай екі шетін толықтай нығыз қылып орналастырып формасын шығарып алатын боламыз. Мінекей чұқа етіп, дәл осы жаңағы бірінші видеодағыдай кез келген бір ұшынан жақсылап тұрып ұшын шығарып, формасын келтіріп, домалақ қылып пішінге келтіріп аласыздар. Жұмыртқаның сары уызын жағып, мак немесе күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 30-35 минутта толықтай пісіп шығады қыздар. Самсаның арасына іші май жаққаннан кейін ешқандай тоңып қалады деп уайымдаудың қажеті жоқ. Суыған кезде де өзінің дәмін жоғалтпайды. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Қыздар, іш майды ет сататын жерден өлшетіп алсаңыздар болады. Мысалы, мен осы іш майды бар жоғы 200 теңгеге сатып алдым. Сіздер де солай ет сататын жерден сатып алсаңыздар болады. Құрметті мені көріп отқан оқырмандарым, егер каналыма жазылмасаңыз, 100 000 оқырманға жетуіме көмек беріп, каналыма жазылып қойыңыздар. Міндетті түрде төмендегі подписация батырмасын басып қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.